Ей, тәкаппар дүние, мағанда бір қарашы. Танимысың сен мені? Мен қазақтың баласы. Сіздермен бірге қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Кәсіпқой бокста екінші орта салмақта жұдырықтасып жүрген қазақстандық Айдос Ербосынұлы Ресейдің Красноярск қаласында венесуэлалық Омар Гарсиямен жекпе-жекке шықты. 10 раундтық кездесуде жерлесіміз WBO Global, WBC Азия және WBA International титулдарын қорғап, 8-ші раундта техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Жеңіс құтты болсын қазақ елі. Ей, тәкаппар дүние, мағанда бір қарашы. Танимысың сен мені? Мен қазақтың баласы. Құтты болсын қазақ елі. Кезекті жеңісіміз, 13-ші жеңіс. Осы 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне осы жеңісімді арнаймын. Және де сол тәуелсіздік жолында қайтыс болған апа әпке ағаларымызға осы жеңісімді бағыштаймын. Біздің еліміз үшін құрбан болған біздің атақты аға әпкелеріміз жатқан жері жайлы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын қазақ елі. Жеңіс құтты болсын. ақш-тың Фениксінде кезекті бокс кешінде басты кездесу америкалық Дэниэл Джейкобс пен Хулио Цезар Чавес арасында болды. Жекпе-жек әу баста екінші орта салмақта өтуі тиіс болатын. Алайда Чавес салмақ шектеуінен асып кетіп, Джейкобсқа 1 миллион ақш долларын төледі. Алғашқы 2 раундта мексикалық боксшы белсенді қимылдап, тура соққылар бермек болды. Америкалық 3-ші раундта есін жиып, басымдықты қолға ала бастады. Хулио бұл кезде қарқынын азайтып, қарсылық көрсете алмады. Ал 5-ші раундтан кейін мексикалық қолының сынғанын айтып, және де мұрнынан қан тоқтамай, жекпе-жекті тоқтатуын өтінді. Айта кетелік, Дэниэл кәсіби мансабындағы 36-шы жеңісін тойлады, және оның еншісінде 3 жеңіліс те бар. Кіші Чавес болса, елу бір жеңістің иесі. Бір жекпе-жегін тең аяқтаса, бүгінгіден кейін жеңілістің саны 4-ке жетті. Ал кездесу соңы наразылыққа ұласып кетті. Бокс фанаттарына кездесудің ерте бітіп қалуы ұнамай, рингке әртүрлі заттарды лақтыра бастады. Тіпті Чавестің интервью беруіне де мүмкіндік бермеді. Джейкобс осы жеңісінен кейін орта салмақтағы IBF және IBO титулдарының иегері Геннадий Головкинмен реванш өткізгісі келетінін мәлімдеді. Менің келесі жекпе-жегім қандай салмақта болатыны белгісіз. Мен әрі қарай дамығым келеді. Ең мықты екенімді дәлелдегім келеді. Ең бастысы бейімделу және дұрыс бағытта жылжу. Джермал Чарломен жұдырықтасқым келеді, немесе Головкинмен реванш өткізуге болады. Осы жекпе-жектерге қол жеткізе алмасам, екінші орта салмақтағы әлем чемпионы титул үшін Билли Джо Сандерс немесе Каллум Смитпен шыққым келеді, деді Джейкобс. Джейкобс 2017 жылы Головкинмен жекпе-жек өткізіп, төрешілердің бірауыз шешімімен жеңіліс тапқан. Десе де сол уақытта Геннадий Головкинмен 12 раундқа дейін жұдырықтасқан бірінші боксшы болды. Сіздермен бірге болған қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, күн сайын жаңа видеолар біздің арнаға шығып отырады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, келесі кездескенше.